Welcome to Hawaii ғой, короче. Машина астында үй бар, құдайға шүкір. Походу көреміз. Әдемілеп өткізіп тастап қалды самогон. Ол жағын айтпаймын. Достар, біз жаңағы киімдерімізді ауыстырып, жаңа шыққаннан кейін енді машинаға келе жатырмыз. Қазір машина дайын екен бізде. Міне біздің гайстар тұр, гайстар. Мен look of the day осы шлепка 2000 теңге. Біреуге 1000 теңге. Короче, сол ручный качествомен бәріміз машинаға отырып, и надеюсь үйге барамыз бірінші. Сол? Бәрін құндар, неге без настроения? Тамағалы, доктор. Солай, короче, қазір мен Жомарт түсіремін, Жомарт қарай. Әні. Цвет настроения. Цвет настроения черный. Гавайдағы. Гавайда ең красавчик. Айфон аппақ қара. Негізі түсінген Киімім қара болса да ниетім ақ дейді ғой. жүрегі ақ, типа. Сол. Қап-қара байқап алды. Солай. Басып келем бәхаменен абиомоның 3-5. Қалай тағы? Басып келем бейхаменен Абиомоның 3-5. Светофорға кеп тоқтады. Жаныма Дәбір бір Мерседес. Таң сайын берем. Типа гонщик, типа ас. А меня айтшы не қылай. Әрине бас. Нысана бас. Қақта ма бехаса? Беха деген қандай ма? Беха деген? Беха деген. И дайын екен, короче, осындай алған жалдаған машиналар номерлер алдында бола ма екен бұлардың? Я номерлер алып отыр. И міне Хавайин деп тұр. Хавай, БМВ. Сол, короче. Бұл біздің екінші машинамыз алған, екеуі де БМВ. И бұл да салоны яркий ақ. Солай, осы екі машина. Надеюсь, ішіне сият заттар. Заттарды орналастырып, үйге барамыз. Асан ағай, сұхбат береді, Асан ағай. Бүгінгі зәйімдегі, короче, BMW X3 M алдық, көк цвет, салон андай. Короче, нандай ғана. Короче, нандай ғана. Мен ақ БМВ-ға отырдым, потому что жаңағы көк БМВ-ға чемодандарды тиеп, оны үйге апаратын болды. И біз ТРЦ-ға барамыз бұйырса. Қазір музыканы қойып, вайбты беру керек қой, мынау. Ойбой, не қарады. Кезегім кетіп ойбой. Әкетіп отыр ғой. Шықпай жатыр.
on me and spend the time on me. On me with all that junk inside that trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off the zone. What you gonna do with all that guts inside that shirt? I'ma make you work, make you work. Всем привет. Біз қаланы қыдырып, Walmart'ты аралап, одан кейін үйге келдік кешке қарай. И теңіз жаққа барды айтпақшы. Қазір біз просто рум-тур жасаймыз, одан кейін тамақ дайындаймыз. И бұл кіріп келгендегі прихожкамыз. Одан кейін бізде сразу мына жақты түсірсек. Мына жақта бізде ұлдардың комнатасы. Ашпай қоймақшы. Ұлдардың комнатасы. Одан кейін бізде қыздардың комнатасы. Шашылып жатыр, бардак болып, как всегда. И мына жақта да осы прихожкамыз. Одан кейін бізде үлкен холл бар. Бұл жерде немен, гостиный мен кухня қосылып кеткен. Евродвушка сияқты. Сол, мына жақта бізде сразу гаражға не бар? Вход бар. Мына жақ бізде гараж. Как американский домдар сияқты. И мына жақта бізде стол. Тамақ ішеміз общий. И мына жақта бізде терраса сияқты. Бірінші этаждағы не. Еще ана жерде не бар екен? Барная стойка сияқты не бар екен. И күндіз полный көрсетеміз. Қазір онша емес болып көрінуі мүмкін. Джакузи бар, иә. Вот сол. Қазір біз тамақ дайындаймыз. Тамақ дайындаған кезде тамақ көрсете салайық сразу. Дайын болғаннан кейін бір көрсетеміз. Бізде мына жақта курица қайнап жатыр, салатқа, и курицаға овощи қайнап жатыр. Ол енді қайнайды. Салып қою керек. Одан кейін бізде нан ашып жатыр мына жақта. Бауырсаққа и тамаққа картошка с курицей. Қалайынды бәрін көрсетем. И біз фрукты тураймыз қазір кешкеге. Бүгінге. Ертеңге бізде завтрак болады. Завтрак бізде джус, сосын тостпен, хлопьямен и немен, яйцамен, тортилья болады, мынау болады бізге. Бұл завтракқа кіреді. И йогурт бар. Тамақтың бағасы, үйдің бағасы ма? Жоқ, бүкіл тамаққа. Тамаққа 350 дейікші, грубо говоря, 350 кетті. Гавайидің бағасы. Мына жақта біз мороженое и айсы 2300 болды, иә? 2500 дейікші, грубо говоря, 2500, біз 14 адамбыз. Мына жақта бізде тағы комната бар. Бұл жақта қыздардың комнатасы, дәл жаңағыдай уборный бар. То есть бізде 2 уборный бар и 3 комнаталы не бар, төсегі бар, не комната бар. И мына жаққа тоже қазір балдар жатады. Примерно. Сол. Таңертең прям полный түсірем деп ойлаймын. Таза болып тұрады, бәріміз әдемі болып тұрамыз. Сол. Еще раз привет. Мы готовим типа ужин, бірақ сағат 12-ден кетті. Сая не дейсің? Күшті, керемет. Талайдан естелік отыр. Иә. Обязательно ақын беру дейсің. Айно.
Қанша жұмыртқа сызып алу керек. Нечесін ғой ана ұятындар. Мен әр қайсыны ішіне сызсам. Ой, ағамыз келген. Маған пиличка менде болғасын тек қана менің емес летші қимылдарым. Короче, біз болдық. Бәрін істедік. Всем привет. Мен кеше түндегі рум-турды көрсеткем, енді күндізгі рум-турды көрсетем. Мына жақта бізде жалпы бұл жақ таудың қасында орналасқан и қаладан 1 сағаттық жерде орналасқан. Сол вид осындай, ана үйлердің барлығын көрсем болады. Үйлердің барлығы күшті, прям байлардың районы сияқты. И мына жақта біз 2 машина жалдағанбыз, екеуі де ВМБ. Сол маркаларын білмеймін, короче. Сол. Одан кейін мына жақта бізде гараж. Рум-тур? Иә, мына жақта гараж. И гараждан ішке қарай не бар? Вход бар. Иә. Қазір главный входтан кіреміз. Солай. Мына жақта кодпен ашылады есік, и мына жақта камера бар, Face ID. Типа. И кіреміз. И шашылып жатыр, не обращаем внимания. И бізде мына жақта уборный адам бар. Иә, мына жақта бізде спальный, бір спальный көрсете сол. Бір спальный. Мына жақта кешір ұлдардың спальный көрсете сол. Үшін. И кешіріңдер. Мына жақта әдемі, мына жерде декоративныйлері күшті топ тұр, бірақ мына жерде эстетикасын құрып тұр заттармен. Кеше түсіріп тастау керек, бірақ күн қараңғы болды. Кеше бір түсірдік, түсіргенімше, мына жердің бәрі әдемі болып тұр. Эстетичный. Вот сол. Енді мына жерде үлкен холл, бізде холл евродушка сияқты, типа кухнясы мен гостиный зонасы қосылып кеткен. Мына жақта гостиный зона, асықпай бәрін. Әдемі. Мен мына жаққа вообще отырған жоқпын, прикинь. Я? Ана жерде жүрдік, максимум ана жақта болды. Арманда кетпейін, иә? Так, осыдан кейін мына жақта кухня. Біз кеше кухнядан барлық заттарды түсірдік, тамақтар дайындадық. Сол. Жалпы продуктылардың барлығын алып, осы жаққа келген болатынбыз и барлық тамақтар дайындадық осы жақта. Сразу мына жақта входты көрсете салайын. Мына жақта осы гараждан вход ашылады. Иә, осы гараждан ашылады. Содан кейін бізде терраса, типа терраса. Терраса ғой, бұл считается. Ана екі сковородканы қарасаңдар. Айтпайсыңдар ма? Ладно. Вот осы жақ терраса. Әдемі болып тұр ма? Да? Вот сол терраса осы жер. Мына жақта бізде джакузи бар, джакузи көрсетейік жүр. Мына жаққа күшті екенше зона отырғанға, далаға. Жүр. Мен мына жаққа да келген жоқпын. Как-то тым қызығын көрмей кетіп баратырық. Таңертең тұрып бір түсіп алатын не болып тұр ғой. Түсіндер ма сендер? Хлор не шықты бірақ. Вот солай, иә. Прям погодасы күшті болып тұр. Қазір күн ыстық та емес, салқын да емес болып тұр. Идеально болып тұр. Жел де жоқ, күшті болып тұр. Қазір мына жаққа фото саламыз, фотоға түсеміз. Ана жерде гүл тұр, күшті болып тұр. Қарағым-ай, сызылып қарағың-ай. Ай-ай, қарағым-ай, жап-жарық жанарың-ай. Ойнада күлерге моралының барында, бағала барыңды нарыңды жасық шағында. Ергем ергелеші тағы да, ұңға уайымдама мен сенің жаныңда.
Kalmasa bir görünce ay maralım. Ak yüzünden aynalayın kararım kararım. Ereң şıdap жүрмін береше bir xabarın. Жамалымай bir sen үшін жаралдым жаралдым. Ay ay қарағым ай сызылып қарадың ай. Ay ay қарағым ай қарағым ай. Ay ay қарағым ай сызылып қарадың ай. Hadi, привет. Сәлем. Каблук сен алу керек. Бүгін айырамыз. Түн түсіреміз кабайды. Жоқ, хотела сюда. Кірейміз. Қарсы деп болады. Я рожден делать по вкусу. Крутится, купаю зловей, покидаю эту пари. Посмотрите, ознакомьтесь, заплатите, не удивляйтесь. Папа in the building, Микушимас гимне, у нас тут своя хроника, уличная лирика. Вот такая азиатская эстетика, как черный дыммер, дымми, дымми, дымми. Папа in the building. Енді бізге керек су, үй жақта кездесу. Онда неге бәрі қайтпай, ома негізге неге қайтсай. Үй жақта кездесу, онда неге бәрі қайтпай, ома негізге неге қайтсай.
это все твое, абсолютно все. You just want attention, you don't want my heart. My mind works mathematically, choose my verbs carefully, flee from any Japanese. My life is my destiny, saying this what I try to be bold. Listen to teach what I bold, playing this to stitch, my game is my niche. I keep it clean as a bean, you're traumatizing my skin, don't even make it a king. You think I'm Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. күлкімнен көндірген мен қазақпын қырғыз болып туысқаным бірге тартқан тарланның құйысқаным арамызда қара көз бір қыз бәлкім бөлтеген негізге уысқаным мен қазақпын бір биік емеспін мен Европада Азияда емеспін мен қалалықпын жетінші мәдениетті бірақ барша адаммен теңеспін мен қазақпын байзақ елдің қайта тудым өмірге қайта келдім менің да бір түрім мәңгі өлмеске айта бергім келеді айта бергім мүмкін десең мен қазақпын мың өліп мың өлген көк байрақтың бар елім бар жерім бар бүгін десең мен қазақпын мың өліп мың өлген көк байрақтың бар елім бар жерім бар бүгін десең мен қазақпын мың өліп мың өлген көк байрақтың бар елім бар жерім бар Desing min қазақпын мың өліп мың өлген көк байрақтың бар елім бар жерім бар бүгін десең мен қазақпын көк байрақтың бар елім бар жерім бар
ма сондай бірдеңке. Соған келдік. Мына жерде қарасаңдар, күшті болып тұр. Прям күшті болып тұр. Жақындатып көрейік. Солай. Жұмыс. Жайғанайын. Сол қазір тауға шығамыз. Әдемі видпен. Әдемі фотоға түсу керек. Сол көлеңкеге тұрайықшы. Қазір осындай үңгірдің ішіне кіреміз. Сол балдарды күтіп тұрмыз. Ешкім сөйлемей жатыр ма? Біз билет алып жатырық входқа. Күтіп отырмыз. Погода бүгін күшті болып тұр дейді. Обычно ыстық болады дейді. Күшті Натал вообще ұнап тұрмаған ше Натал. Билетім жоқ қой ағай менің. Кіре бер. Қанша екен? Айтып жүрші бірдеңке айтшы. $5. Такспен, такс 7% па сондай. Сонымен, короче, $57 болды ғой. $2 қосылды такске. Ал мына жаққа кіргенге? Сол кіргенге $57 болды. Адам басына 5 ма? Жоқ, покупка ма бірдеңке бар еді ғой машинаға? Машинаны біз астыға қойып кеттік қой. Оңын айтпа, соңында да парк сұрайын. Андай гүлім бар мен тоже сам. Ана қыздарды, йоо. Қара, жұмат қарап ал. Ақсат тежім қарап ал. Енді өтейін да, сәл кішкене. Вау, мына талдарандар. Ішек штолттыр. Қарадар, Шыңғыра бермейді. ауылда жүрік, Атырауда жүрік. Атырау ғой, Атырау. Бұл Гавайдағы. Жоқ, мені көрсетсең. Гавайдағы Diamond. Микрофон менде. Какой-то жанартау бұл. Гавайдағы Diamond деп аталады. Міне қарасаңыздар, жан-жағы біз қоршап тұр. Біз негізінде мынан тура астында вулкан болған осыдан 30 000 жыл бұрын. Осы жер от болып жатқан. Сондай. Дальше микрофонды Танчоға берем, бірақ бұл ештеңке білмейді. Сол жүрген ауылда. Погодасы осы ғой бізде. Тура осында ғой. Нурия. Мына жақта магазин бар екен, шоппа бірдеңке. Мына жерді түсіру керек міне. Diamond Hand. Ештеңкеге қарамай түзеп кете берейік. Төбесіне жетіп бар. Болды. Болады түсіріп алу керек. Четко образ ойнап тұр олар. Образдар четко болып тұр. Соны айтам мен, өшті айтпаймын мен. Просто мені түсір, әдем болып түсіре бер. Ертең видео қосам да, қара.
Там қайшыда? Дем ба? Мен сен сөйлейін ба? Давай, қалмайыз. Жақты. Я түсіріп отырсың. Так. Жібер аттынасын. Патен сен бағансың? Күн жеп самасын деп па? Аляскада қиын екен, ә? Иә. Ыстыққа үйленсің мұ? Сүрсей. Аляскадан кейін айтады. Аляскадан кейін ыстыққа келу өте қиын екен. Сәл ыстыққа шықсақ уже әбіржіп жатырық қой. Өте ыстық болды. Иә. Негізі айтады, қатыстырамыз дейтін қазір дейді. Негіз, мысалы, 22 градус қой, 27-ге дейін барып жатыр да максимум. Шымкентте мысалы 37-ге дейін барады. Сол кезде жүріп жатырық қой. Жүрдік қой, то есть. Иә. Қазір кішкене ауырлық тұр Өйткені Суық жақтан келді. суық жақтан келдік 3 ай бойы. Біз максимум плюс 10-ға дейін ғана көрдік қой. Кухняның ыстығы бар енді, ол есептемесек болады. Асылым жаңбырлы жерден күнді аптасынан бір рет ақ көретін едік. Тем более азанда жұмысқа кіреміз, кешке бір ақ шығамыз. Сол күн көрсе қуанып кетті. Қазір неяқтың бәрі қурап кеткен. Күз кеп қалғаннан ау. Негізі. Жоқ, андай ғой. Реально күздің уақыты келіп тұр қой, сап-сары ғой қарасай, кейбір жерлер. Андай ау, жердің астынан судың ағысына қарайды ау сол. Мысалы, жердің астынан судың ағысы бар жерлер жасыл болып тұрады да. Мүлдем су жоқ жерлер ағаш. Мысалы, қарайсың ба? Бір шет жап-жасыл, бір шет сап-сары болып тұрады. Соған ау деймін. Қазір қарасаң адамдардың түрінде шашаңқы бізге шашақ қалатын сияқтын шыққанша. Фото шақсан болды мағанша. Фото? Қаша? Қатты шашапқан адамдардың түрлеріне қарасақ. Әдем екен, ә? Әдем екен. Бұл өшір саламыз ба? И қазір шыққанда дәл түсіреміз. Осы жолысы, ешементі жер. Мен көрген бойынша биіктігі 238 метр ма, сондай болу керек. Ұзындық, жол ұзындығы 1,3 километр ма, или 1,3 миль ма, сондай болу керек. Наверное, 1,3 миль секілді. Сәл ұзақ секілді. Болды, видеоны вырубай. Сол қазір барған кезде арғай дәл түсіреміз. Аналар қайда? Жоқ, олар қақта енді. Осы жол ма? Ура, болды. Надеемся, это дұрыс жол. Но қайтар жол емес па? Қайтар жол емес па? Жоқ. Бұл жер үңгір кіріп кеттік. Біз тауға көтеріп жатық негізі. Қазір видті көрсетеміз. Жалпы видті. Главный видті. Ентігіп қалдық бәріміз. Жомарт, привет де. Ауызбен. Көрмейін ба? Көрмейсің. Тағы бір осындай вид ашылды. Әдемі. Судың түсі ерекше көк. Көзбен көрген вообще басқаша. Әдемі. Дальше енді жоғары қарай көтерілеміз. Аяғын талмасын деп тұр. Тамар, шап, тамар. Мен новый аяқ киемін. Әдемі. Өзімен ады. Ей, жоғары қарай көтерілеміз. Видті қараңдар, это просто шикарно. Мен телефон бересің ба? Вот, смотрите. Түріміз ақ кетті, но того стоит. Да? Аққан жоқ бәлі түріміз. Әбіршіп кеттік. Әбіршіп кеттік. Демалмай қалдық. Sorry. Отсылай. Енді бара жатырмыз. Дальше. Қазір жоғарыда вид бар. Вообще классно болады. Сол. Я рада, альхамдулиллах.
Главный вид осы жер. Әдемі. Соберемся, это наше лето. Лето на пороге, открытые двери. Жаркие денечки, от лета бери. Босиком по лужам, нам никто не нужен. Это наше лето. Слышно? Біз тамақ ішіп алдық. Diamond Hand'дан кейін біз машинамен пляжға келдік. Біз пляжда отырмыз. Негізі киім ауыстырдық та, бірақ біз қарнымыз ашып кетті. Міне пляж мына жақта. Міне пляж мына жақта. Шахи. Привет всем. Саған ұнап жатыр ма? Конечно, күшті болып жатыр. Сөз жоқ. Только эмоция дейді, я. Онан кейін осы жақта кино ауыстырдық. Қарнымыз ашып кетті. Сөйтіп, тамақ ішуге келген жайымыз бар. Тамақ ішіп отырмыз. Бәрі маған қарай, за то, что ана жақта орамалдағы адамдар вообще көрген жоқпын мен. Бірақ маған ассалаумалейкум, салам деген сияқты айтып жатыр. Енді мұсылман қыз екенін біліп тұр ғой примерно орамалдан. Сол кейбірлер түсінеді, кейбірлер вообще түсінбейді. Сол мен отырмын, купальникпен отырмын. Но мен купальнигім, если что. Сол, бүгінгі look of the day, green ғой. Сол. Сол, мына жақта қыздардың барлығы купальникпен жүреді десе. Как же без купальника мынандай жарко погодада. Мама, дұрыс қоясың-ка? Иә, тоқсан Суға перевода теңгемен болады ғой, короче. Он қанша болады? Примерно. $50 болды. 25 мың ба? 25 мың, $50, сонда біз екі бөлеміз. 12 мың жарым ба? 12 мың теңге. Иә, 12 жарым. Вот сол, біз келе жатыр пляжға. Қай жақта еді мынау? Тас сияқты бірден кейін, сол орман сияқты бірден еді, как тұр. Қазір. Жіберді. Кім екен? Мар. Бір қоқсыз. Тұр. Мына жақта емес па? Мына жақта оған біз бет тұрық қой. Жоқ жақта. Вот осылай. Маған бәрі қарап жатыр. Көрдім. Иә? Иә. Гавайда мынандай немен жүру вообще прикольный шағаларға. Гавайда буркинимен жүрген сол. Сол мен киімнің ішінде кондиционер бар, если что. Ойнайсыңдар. Аллаға шүкір, прям не, күшті болып жүрік. Міне мынау гүл ғой, қара. Мынау гүл ғой. Вау. Мен басындағы да келгенше. Turn a bit.
Короче, біз мына жаққа не алған, палатка алған. Ол жақта отыр енді барлығы. Ready or not, tell him here I come. That girl groovy, I'm not. Держи, держи, руку ты мою, держи. Я в тебе нашел абсолютно все. Это все твое, абсолютно все. You just want attention, you don't want my heart. My mind works mathematically, choose my verbs carefully, flee from any Japanese. My life is my destiny, saying it's what I try to be bold. Listen to beach for a bowl, playing this to stitch, my game is my niche. I keep it clean as a bean, you're traumatizing my skin. Don't even make it a king, you think I'm stopping at this. Мына жерде біз негізі сеуірттарым жасадық. Сеуірт мына жерде. Сеуірт мына жерде мұз аймақ екен көрініп тұр. Салқын екен, таулы аймақ екен. Вот сеуірттен біз бірінші Анкориджға бардық. Бізде Анкоридж мына жерде. Анкориджден біз Гавайға аштық. Гавай бізде ең астында. Бұл бізде мұхиттың ортасында орналасқан кішкентай ғана арал ғой. Мен осы жақта 2 күн болып, енді Лос-Анджелеске кешке ұшқам. Қазір Лос-Анджелестің сағаты бойынша сағат 10 қалды. Келіп қалдық. Примерно бір 20 минутта біз уже Лос-Анджелесте боламыз. Вот сен айтайын дегем, арасын қараңдар. Біз Анкориджден Гавайға жету үшін біз через Портленд деген бар, сондай қаламен ұшты да Лос-Анджелеске прямой рейспен ұштық. Теңіз арасында ешқандай не жоқ, жер жоқ, просто судың үстімен ұшып келдік.